Ассалаумағалейкум. Армысыздар. Қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Бүгін қарашаның 11-і. Қар болса далаға міне кеше қар жауып тастады. Күн деген тамаша болып тұр. Бізде қар жоқ болған. Күн жылып, кеше дауылдатып қар жауып біраз. Қыс ақырындап келе жатқан секілді. Өздеріңіз қалайсыздар? Бүгін бұйырса жылқыға барайын деп тұрмын. Жылқы айдап кеп, ішінде жабағылар бар еді, жабағылардан біреуін сойып көреміз бе деген ниеттеміз. Соғымға қазір жирентайымды ерттеп алып, алдындағы видеодағы жирентай, бұйырса Алла қаласа жылқыға шығатын болам. Менімен бірге болыңыздар. Ақбалақ. Мынау биылғы жабағы мінуге, балаларға мінуге алып келген. Қолда біраз болды, бір жұмадан асып кетті. Жуастып ұстадық. Жуас енді қазір сипап, күнде 2-3 рет сипап тұрамыз. Ақбалақ деген тайымыз. Молодец, қалың қалай. Сол жуас еркелеп кеп тұр. Қасқатай қалғалай. Су сұрап тұрулар. Но менің сауынды сиырларым. Біз енді білесіздер, көбінесе малды далада ұстаймыз. Олар енді ет бағытында. Үйге қалғалай. Шөлдедің ба? Жүрсу берем. Қалғандары ауылда тұрғаннан кейін бала-шаға бар. Құрт май бар деген сияқты. Оған жеке сауынды сиырлар ұстаймыз. Көп емес. 3-4 сауынды сиыр ұстаймыз. Су сұрап тұр, су қоса қойын. Алдындағы сықат қапты. Қазір осы тайыма мініп алып, жылқыға барам. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жақ қорамыз мынандай. Мынау мал тұратын қора. Мына жағы екі жағымен қойғанда 21 орын. Мынау сауылып тұрған сиыр. Шөбін салып қоям. Осы жерден сауылады. Мына жағы мынандай. Бұны бордақы алаңы қып жасағамыз. Астаулары міне. Мына жақта да мынандай бордақы алаңы бар. Осында мал ұстаймыз. Мал жемдеген кезде биылша мал кірген жоқ. Болашақта кірет деген ойдамыз. Мына жағы бұлай. 21 орынға. Сауынды сиырымыз. Міне ақбалақ деп, қойып ақбалақ деп атап жүрмін. Аяғында ағы міне. Алдыңғы аяғында ағына қарап. Бір жағында бар, бір жағы. Аяғының жартысында бар, жартысында ағы жоқ па, сондай. Содан кейін аузыма бірден ақбалақ деген түсті. Сол ақбалақ болып жүр. Енді варианттарыңыз болса айтыңыздар, қарастырайық. Қандай аттар? Бұл ма, той болды ма? Әртімен той. Көрейік.
Тайдың тай емес енді жабағы ғой. Жабағын сынын айтып жіберсеңіздер болады. Менен біз қатты ат тани қоймаймыз енді. Ей, төкпе, төкпе. Төкпе. Жылқы тансаңыздар, жабағын сынын айтып жіберіңіздер. Молы, қошы. Қасқа қынанымыз міне, дайын тұр бұйырса. Ерттеп алдық. Біздің өзіміздің түрге келсек. Лайнан міне, күн суық, кішкене салқында. Бұйырса, қазір айдап алып кеуге қуып тырысамыз енді тауып алсақ. Сол ағайын, жол болсын деп қойыңыздар. Бұйырса кеттік. Міне достар, бұйырса келе жатырмыз. Жолда түсіруге мүмкіндік болмады, жел көтеріліп кетті. Жел даусының бәрі естілмейді. Қазір міне қалың қарағанның ішіне кіріп кішкене ықтасын екен. Сол жерге келіп түсіріп тұрмын. Жылқыларым түскі уақыт болып қалды, 11:30 болды. Таба алмай жүрмін, енді талдың үстінен шығып барып, қарағанына қалың қараған атты кісінің ойымен бірдей екен. Соның арасында келе жатырмын енді. Күн салқындап кетті, таңертең күн тұнық, әдемі еді, кішкене жел шығып кетті. Жирентай екеміз, жирен құнан екеміз тауға шығып барамыз. Қараған қалың. Қараған енді бізде осы қарағаннан жаздың күндері есік алын сыпырғанға сібірткі жасайды. Қыстың күні қораның ішін сыпырғанға сібірткі жасаймыз қарағаннан. Өте тамаша нәрсе. Сібірткіге жазда есік алын сыпырғанға. Солай келе жатырмыз. Қазір шығып аламын да тауға, қайтадан кіремін. Желдетіп тұр енді. Қатпар тас. Табиғатымыздың кеңдігі міне. Таста қалың құр отыр. Көре алсаңыздар міне. Құр деген қаптап отыр. Қазір қасына қарап барам, ұшатын шығар. Көрейік. Құр тиіспесек енді бұлар бет албаты қорқа қоймайды. Конечно. Міне қапты. Тіпті көп екен. Құр дегеніміз енді білмейтіндерге дала тауығы ғой. Шығып кетті міне. Дала тауығы, мына жел міне. Жылқы тауы былай кезігеміз. Түсіп келе жатырмыз. Күн жел.
қазір жеткеннен қосыламыз. Міне бұйырса таптық. Ішінде енді көп жабағылар ұстап алғанбыз. Кететін жерде сатылып кетті енді. Ішінде 5 жабақ қалыпты. Қалғанын бәрін қағылап ақтап тұрмыз. Бұйырса осыларды қазір айдап үйге апарам. Содан кейін бәрін қағып алып қаламыз енді. Қарагер деген айғыр. Өй. Міне алаяқ бар екен. Міне алаяқ. Төбені қара екен. Жабағы. Қаншақтарда бар енді. Осылардан алып қаламыз. Арттан кеп басталатын әдеті бар. Сақ болып отырмаса болмайды. Қалай айдасам да кеп артыма кеп түсіп алады. Мен аңдып келе жатыр. Айғырымыз. Höy. Жай. Артыма түсіп алып тұр. Мені аңдып келе жатыр. Астымда құнаным қыздарды көріп еді. Құтыра бастады. Басымен алысып көреді. Қолты алып қалды. Әне естіп. Тосып өткізіп жібереді мені. Содан кейін өткізіп жібереді де артымдан аңдып келе жатады. Не қарап тұрсың? Жел болса сауып тұр. Міне бұйырса жетіп қалдық. Мынау міне әлі артымнан еріп келе жатыр. Бұл айғыр өзі. Есту әдеті бар. Ей! Қайда барады? Үйге апарып қамабасақ біраз қалды енді кішкене. Мынау да жынданып кішкене қойды енді. Үйреніп алды бер. Сырт қамап алайық. Қарагер жүрей. Бұйырса жеттік енді. Қамап алсақ болды. Трастан тас жолдан зорға өттік. Енді қамамасақ көрім алатын еді. Қораға да жетіп болды. Қазір қамап алайын. Анайын кездесеміз. Бұйырса міне жеттік енді. Таңертең 7:30-да шығып сағат 1 болып қалды. Түс ауа келдік. Мысалы қазір осылардан енді жабағыларын ұстайтын боламыз енді. Қазір түскі асымызды ішіп алайық.
Қасқағын аным жарады. Бірінші рет жылқы айдап тұр. Тұр. Көктемде дөнен шығады. Осы берса қарай кеттік. Болды. Демдерін басып. Міне құрметті ағайын, осымен жылқылардың бәрін жібердік. Қасқағын анды орнына жібердім. Ішінде 5 жабағы болған, 5 жабағысын кеше бәрі ұстап, үлестіріп, биелерді қайтадан орнына айдап тастадық. Сол жабағыларды бөлгеніміз осы енді. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.